Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жасалу жолы оңай, жаңа жылдық осындай өте дәмді дастарханның сәнін ашатын печеньеларды жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ал кеттік достар, алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Қанттың орнына қант ұнтағын пайдаланамыз. 100 грамм, яғни менде 2 пакет кетті. Енді венчиктің көмегімен жұмыртқамыз бен қантымыз араласқанша жақсылатып араластырып аламыз. Келесі кезекте сары майды ертіп құямыз. Сары майдың майлығы менде 82%. Жақсылатып барлығын араластырып болғаннан кейін мөлшеріндегі ұнды саламыз. Осындай ванилин қосылған жарты шай қасық қопсытқыштан да салуды ұмытпаймыз. Бірінші қасықтың көмегімен жақсылатып барлығын араластырып аламыз. Одан кейін жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дайын болған қамырды енді теңдей қылып 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне қызыл түстен салып, жақсылатып енді барлығын араластырамыз. Қызар, егер де басқа түстен болмаса, онда какаоны да орнына қоссаңыздар болады. Бізде шоколадный печеньелар пайда болады. Енді дайын болған қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте енді әдемілетіп печеньеларымызды түйіп бастаймыз. Қыздар, осы кезден бастап пешімізді қыздырамыз. 180 градуста 15-20 минуттай біздің печеньеларымызды пісіріп алатын боламыз. Мінеки печеньеларымыз дайын болды. Жаңа жылдық дастарханға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Рецепт ұнап жатса қыздар, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.